Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым. Бүгін асқабақ туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екенін біле білмейтіндер де көп. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Мыңда бір ауруға дауа болатын асқабақтың пайдасын айтып тауысу мүмкін емес. Ол көзі нашар көретіндерге, қанастыққа, анемия, семіздікке, несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларына, өт айдауға, бүйрекке, паразиттерді жоюға көмектеседі. Асқабақ дәнінің тағы да қандай пайдасы бар десеңіз, асқабақ дәнінде пайдалы дәрумендер мен микроэлементтердің көп мөлшері кездеседі. Мысалы, Е, Б және ПП дәрумендерін кез келген жеміс-жидектерден таба аласыз. Ал К және Т дәрумендерін кездестіру қиындау. К дәрумендер тобы қанның қоюланып қалмауын реттейді. Әлем диетологтары артық салмақпен күресетін адамдарға асқабақ жеуді ұсынады. Арықтау үшін бұл жидек таптырмайтын құрал. Өйткені асқабақ зат алмасуды жылдамдататын әрі ас қорыту жақсартатын Т дәрумені бар. Сондықтан асқабақты ет тағамдары арналған ең үздік гарнир деуге болады. Асқабақтың дайындалған шырынның пайдасы өте зор. Әсіресе қаназдыққа қарсы керемет ем. Өйткені шырын құрамында темірдің мөлшері өте көп. Сондай-ақ асқабақ ұлпасында кальций мен калий өте көп. Каротин көлемі де асқабақты сәбізге қарағанда жоғары. Сол себепті көзі нашар көретін адамдарға асқабақ шырынын ұсынуға болады. Асқабақ шырыны бүйрек, бауыр және қуық қалбыршағы үшін ем. Бұл үшін асқабақты шикілей жеген дұрыс. Егер ол дәмсіз көрінсе, қайнатып алыңыз. Іш өтіп ауырғанда да асқабақ шырынын ішуге кеңес береді. Емшектегі сәбилер үшін асқабақтан дәмді пюре дайындауға болады, ал қызыл түстегі заттар балалардың аллергиясын қоздырады деп ойлаудың қажеті жоқ, бұл дұрыс емес. Бұл жидек ешқашан аллергия шақырған емес. Сондықтан емшектегі сәбилер үшін асқабақ пайдалы әрі дәмді тағам. Асқабақ құрамында жасұнық, А продорумині және пектинді заттар енеді. Асқабақтан пюре жасап қана қоймай, шырынын берсеңіз де болады. Асқабақ шырыны сәбіз немесе алма шырынымен керемет үйлесім табады. Балғын асқабақтан дайындалған ботқа емдік қасиетке бай, сондықтан тері ауруларына емдеуге көп пайдаланады. Жатар алдында балмен 1 стакан асқабақ шырынын ішсеңіз, ұйқыңыз тыныш болады. Асқабақ әсіресе асқазан ауыратындарға таптырмайтын дәрі. Сонымен бірге жүрегі әлсіздерге, түрлі аурудан жүдеп шаршағандарға қуат беретін бірден-бір пайдалы ас. Достар, келесі пайдалы ақпараттарымды өткізіп алмас үшін менің арнама тіркеліп алыңыздар.